сот отырысы таңнан кешке дейін тағайындалған. Сот залындағы сотталушылар мен біздің заң нормаларына сәйкес оларды қорғауға құқығымыз толығымен бұзылып отыр. Себебі сотталушылармен не сөйлесе алмайсың, ешқай жағынан сотталушыларға, яғни қорғауындағы адамға ешқай жағынан келе алмайсың. Себебі жағы мына жақ шетінен қарауыл тұр, арғы шетінен қарауыл тұр, ешқай шетінен жолатпайды. Олармен қандай да бір сұрақтар болған жағдайда оны келісу жайында мүлдем бізде мүмкіншілік жоқ. Туған күніңіз? 1998 жылы өмірге келдім. Туған жеріңіз? Талғар қаласы. Ұлтыңыз? Қазақ. Азаматтығыңыз? Қазақстан. Біліміңіз? Орта. Қайда кім болып жұмыс істедіңіз? Жұмыссыз. Жанұя жағдайыңыз? Бойдақ отбасымен әке-шешеммен тұрамын. Бұрын сотты болдыңыз ба? Болдым. Қашан? 2023 107-ші бап 2 жыл 6 ай шектеулі жазылған. Өтелмеді. Жақсы, қайда тұрдыңыз күзетпен ұстауға дейін? Талғар қаласы Тұрарысқұлов ауыл бойынша. Айыптау актісінің көшірмесін алдыңыз ба? Алдым. Сот отырысына дайынсыз ба? Дайынмын. Рахмет, отыра беріңіз. Тоқтаубаев Азамат. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, 12-09 Шығыс Қазақстан облысының. Қай жылы? 2000 жылы. Ұлтыңыз? Ұлтым қазақ. Азаматтығыңыз? Қазақстан азаматы. Біліміңіз? Білім орта. Қайда кім болып жұмыс істедіңіз? Жеке кәсіппен айналысқан. Жанұя жағдайыңыз? Үйленген. Бұрын сотты болдыңыз ба? Бұрын сотты болдым. Қашан? 2024-тің 17 қазанында 7 жыл мерзімге бас бостандығынан орташа қауіпсіздік мекемеге тағайындады. Талғар аудандық сотымен. Күзетпен ұстауға дейін қайда тұрдыңыз? Күзетпен ұстау Талғар қаласы Тұрарысқұлов ауылы Бокина 7-ші үйде. Айыптау актісінің көшірмесін алдыңыз ба? Айыптау көшірмесін актісін алдым. Сот отырысына дайынсыз ба? Сот отырысына дайынмын, бірақ жауап беруге дайын емеспін. Жақсы, ол туралы мәселені әлі қарастырамыз. Тоқтаубаев Нұрбол. Мен Тоқтаубаев Нұрбол Маратбекұлы 1996 жылы 19 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Марқакөл ауылының тумасымын. Қазақстан Республикасының азаматы, ұлтым қазақ. Біліміңіз? Орта. Қай жерде кім болып жұмыс істедіңіз? Ақбұлақ Кулбрезер компаниясында оператор спецтехник болып жұмыс жасаймын. Жанұя жағдайыңыз? Үйленген. Бұрын сотты болдыңыз ба? Жоқ. Күзетпен ұстауға дейінгі мекен жайыңыз? Тұрақты мекен жайым тіркелген. Талғар қаласы Тұрарысқұлов ауылы Бокина 7, Асан Қайғы 50 деген үйде тұрамын. Айыптау актісінің көшірмесін алдыңыз ба? Алдым мен. Сот отырысына дайынсыз ба? Сот отырысына дайынмын, бірақ жауап беруге әлі дайын емес. Жақсы. Қали Ахмет, өзіңіз таныстырып өтіңізші. Мен Қали Ахмет Дидар Еркінұлы, 18-05-1998 жылы дүниеге келдім. Ұлтым қазақ, азаматтығым Қазақстан. Қайда тудыңыз? Талғар қаласы. Біліміңіз? Орташа. Қай жерде кім болып жұмыс істедіңіз? ИП кәсіпкерде жүргізуші болып істедім. Жанұя жағдайыңыз? Үйленген, 2 балам бар. Кәмелет толық жасқа толмаған. Бұрын сотты болдыңыз ба? Жоқ. Мекен жайыңыз? Талғар қаласы Аспан жер болсек. Айыптау актісінің көшірмесін алдыңыз ба? Сот отырысына дайынсыз ба? Жақсы, Ысқақ. Мен Ысқақ Думан Қайдарұлы, 2007 жылы 11-19 Талғар қаласында дүниеге келген. Ұлтым қазақ, азаматшам Қазақстан. Қайда тудыңыз? Алматы облысы Талғар қаласында. Біліміңіз? Білімім орта. Қазір оқисыз ба? Иә. Қайда? Алматы облысы Талғар ауданы Тұрарысқұлов ауылы номер 16 орта мектепте 11 класс. Қайда тұрдыңыз, мекен жайыңыз?
Алматы облысы Талғар ауданы Тұрар Рысқұлов ауылы Береговая 1 көшесі. Айыптау актісінің көшірмесін алдыңыз ба? Иә, Сот отырысына дайынсыз ба? дайын. Жақсы, рахмет, отыра беріңіз. Сотталушы Насыл, сіз тағылып отырған айып бойынша өз кінәңізді мойындайсыз ба? Жартылай мойындаймын. Қай бапты мойындайсыз, қай бапты мойындамайсыз? Шыңзақ болатқа пышақ сұққан мен емес, мен Нұрғанат Айтбаевқа. Жақсы, 99 баптың 2-ші бөлігін мойындамайсыз. 24-ші баптың 3-ші бөлігі, 99-ші баптың 2-ші бөлігі Айтбаевқа қатысты. Мойындайсыз ба кінәңізді? Мойындайсыз ба? Айтбаевқа қарсы мойындаймын. 293-ші баптың 3-ші бөлігімен кінәңізді мойындайсыз ба? Қылмыстық кодекс. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Сакиев, сіз кінәңізді мойындайсыз ба? Жоқ, мойындамаймын. Толық көлемде мойындамайсыз ба? Толық көлемде мойындамаймын. Мен өзім берген емді мойындаймын істеген затымды. Жақсы, рахмет, отыра беріңіз. Белғожаев, сізге тағылған айыпты мойындайсыз ба? Айыптау актісі бойынша Тыныш. Кім сөйлеп отырған? маған тағылған айыптау актісі бойынша келіспейтін жерім бар. Жоқ, кінәңізді 293-ші бап пен 3-ші бөлігімен тағылған айыпты мойындайсыз ба? Жартылай мойындаймын. Қай бөлігінде мойындамайсыз? 293-ші баптың 3-ші бөлігіне. Онда мойындамайсыз ғой. Сіздің өзіңіздің іс-әрекетіңіз басқа қылмыстық кодекстің басқа бабы деп айтпақшысыз ба? Жоқ. Арасындағы бір моменттер бар, сол жерді мойындамаймын, қалған өзімнің істеген әрекеттерімді толық мойындаймын. Жоқ, сіз маған нақты айтыңызшы, қылмыстық кодекстің 293-ші бабының 3-ші бөлігімен тағылған айыпты мойындайсыз ба, мойындамайсыз ба? Ол тағылған айыпты мойындаймын. Жақсы, рахмет. Жаңағы жерде пышақтың сабымен ұрған жоқ. Жақсы, рахмет. Әскентай, Мен сіз тағылған айыпты мойындайсыз ба? құрметті сот іс-әрекеттер құжаттар бойынша, бейнежазбалар бойынша жүргізілді. Түсінбедім сізді. Іс-әрекеттерінде сол бейнежазбалар құжаттар бойынша іс-әрекетмен сол. Жоқ, жаңа құрметті мемлекеттік айыптаушы оқып шықты ғой айыптауды. Иә. Сол бойынша сізге айып Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-ші бабының 3-ші бөлігімен тағылған. Осы айыпты мойындайсыз ба? Іс-әрекет бойынша құрметті сот, мен бұл жерде жазыстан өзім соққа алып таяқ жедім. Жақсы, онда сот бұл жауабыңызды кінәні мойындамайды деп түсінеді, дұрыс қой? Жақсы, отыра беріңіз. Ильясов, Мен сіз кінәңізді мойындайсыз ба? мойындамаймын. Рахмет, отыра беріңіз. Тоқтаубаев Азамат, Мен сіз кінәңізді мойындайсыз ба? жартылай мойындаймын. Қайсысын мойындамайсыз? Бұл жерде 293-ші баптың 3-ші бөлігін көздеп қойған, яғни қолымда пышақ болды деп. Мен қылмыс болған жерде болдым, мойындаймын, бірақ қолымда ешқандай пышақ болған жоқ, құрметті сот. Екіншіден 188-ші баптың 1-ші бөлігін маған іліп қойыпты. Мен ол 188-ші баптың 1-ші бөлігін мойындамаймын. Мен өйткені ол ұрлау мақсатында алмадым, құрметті сот. Рахмет, отыра беріңіз. Тоқтаубаев Нұрбол, Мен кінәңізді мойындайсыз ба? кінәм жартылай мойындаймын, құрметті сот. Себебі 293-ші бөлігінде мен ондай жерде қару-жарақ ұстаған жоқпын, және Шерзат Болатқа қолым ұшуда тиген жоқ. Нұрғанат Айтбаевты тепкенімді растаймын, мойындаймын. Рахмет, отыра беріңіз. Қали Ахмет, Құрметті сот, мен толық мойындамаймын, 293-ші баптың 3-ші бөлігі. рахмет, отыра беріңіз. Ысқақ, Құрметті сот, мен толық мойындамаймын, 434-ші бап. рахмет, отыра беріңіздер. Сізден кешірім сұраймын. Айта беріңіз, жәбірленуші Нұрбол. Қазір сот отырысы өтіп жатыр ғой. Сіз үзіліс сұрап отырсыз ба? Жақсы, сіздер өкілдер қарсы емессіздер ме оған? Жалғастырып. Жақсы, рұқсат етеді. Кому-то более, а мы тут ходим, снимаем.
науқас өзі бас тартты. Отказ электронды түрде алынды. Кім ол науқас? Аты жөнін нақтылай білмеймін. Қазір айтып берсем бола ма? Иә. Жалпы қан қысымы көтерілген болса? Артериялық қан қысымы көтерілмеген, тұрақты, бәрі нормада. Қазір өміріне қауіп төніп тұрған жоқ? Жоқ, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Алгоритм бойынша толық помощь көрсетілді науқасқа. Жағдайы бір қалыпты. Жүрегі соққан ба, немене, қандай не болды? Кішкене стрессовый тепкен болған, сол жағдайға байланысты толқын. Өзіңізді атап кетсеңіз? Аты жөнім Сакипов Бауыржан. Сакипов. Аха, Бауыржан. Кім боласыз? Фельдшер қызметтерін атқарам, Талдықорған облысы. Жедел жәрдем. Сакипов Бауыржан. Судьяға жалпы екі тарапта қарсы болып жатыр ғой мұнда өткеніне байланысты. Соны судья елемей отыр және соны заңсыз деп айттыңыз. Осыны түсіндіре кетсеңіз? Енді әркім өзінің позициясын білдіреді. Біз заңсыз деп санаймыз. Сот өзінің тұжырымын айтты. Болды. Біз тек егер жазбаша қаулы беретін болса, біз шағым ғана бере аламыз жоғарғы инстанцияға. Басқа мүмкіншілігіміз жоқ. Бұның астарында мен білмеймін қандай не жатқан, негіздер жатқан. Сот негіздеу керек, кез келген өзінің шешімін негіздеу керек. Біздіңше әзірге сот осылай шешті. А вы настаиваете на Алматы или в Алматинской области? Алматинской области, Карасайский. Там, да, или либо же следственный изолятор. Мен ойымша бұрынғы соттар осындай резонанс істер болған, қаралған. Соттың шешіміне комментарий бере алмаймыз. Бүгінгі таңғы сағат 10-да басталған процесі қазір аяқталды, яғни 6-дан аса кешке. Енді ертең сот өзінің реттілігін қойды, бірінші жәбірленушіден бастайтын болды. Одан кейін куәлер, содан кейін барып ары қарай сотталушылардың жауабы басталады. Ертең тағы да сот отырса болады.